Өткен жылдың қараша айында облыс әкімдігі жанындағы ономастика комиссиясы аудандарды аралап, мемлекеттік мекемелер мен көше атауларының дұрыс жазылуын тексерген болатын. Қателіктер шаш етектен. Мекеме тақтайшаларындағы жазу әділет басқармасы бекіткен үлгіге сай емес. Көше атаулары әлі де бірізділікке түспеген. 2015 жылғы 28 желтоқсандағы облыстық ономастика комиссиясы отырысының нөмір 3 хаттамалық тапсырмасын толық орындамаған үшін Байзақ, Меркі, Рысқұлов, Мойынқұм, Сарысу, Шу аудандарының ономастикалық ахуалына жауапты аудан әкімдерінің орынбасарларына қатаң сөгіс беру туралы тапсырма берілген болатын. Бұл тапсырманың барлығы Ерғанат Нұрбапа орындалды. 2015 жылғы және 2016 жылғы 1 тоқсанда өткен ономастика мәселесі жөніндегі жұмысшы топ отырысының хаттамалары әзірленген, бірақ оған төрағасы қол қойылмаған, хатшысының қолы қойылмаған, аудандарға жолданбаған, яғни жұмыс жүргізілмеген. Шу ауданында 166 мемлекеттік мекеме болса, оның 65-інде қаулы талаптары сақталмаған. Сондай-ақ 24 мектептің тақтайшасында қателіктер бар. Ал денсаулық сақтау, тұрғын үй мекемелерінің маңдайшалары ескірген. Шу аудан әкімдігі жанындағы ономастика мәселесі жөніндегі жұмысшы топтың ережесі комиссия құрамы 2015-2016 жылдарға арналған жұмыс жоспары бекітілген, жұмыс жоспарына сәйкес жұмыстар атқарылған. Шу аудан әкімдігіне бағынысты 162 мемлекеттік мекеменің 65-інде 1371 қаулы талаптары сақталмаған. Тартысқа ұласқан жиында сөз алған комиссия мүшелері тірліктің тез арада тіктелуін талап етті. Сала басшыларынан бастап аудан әкімдері немқұрайлықты қойып, ономастикалық ахуал ретке келуі тиіс делінді. Ономастикалық комиссияның Шу ауданындағы тексерісінен кейін ағымдағы жылы бір ғана отырыс өтіпті. Десек те бірқатар ескертулер ескерілген. Қонаев ауылы әкімі аппаратының маңдайшасында тұлғаның тегі жазылып, есімі жазылмағандығы айтылды. Мұнда мекеменің маңдайшасы әділет органдарына тіркелген анықтамасына сәйкестендірілгендігін атап өту жөн. Ал Көкқайнар жаңа қоғам ауылдық округтеріндегі орын алған кемшіліктер қалыпқа келтірілді. Оның бір мерзімі бар ма? Қашан бітеді бұл? Жалғастыра бергенде бесконечно кете беруге болады ғой. Сен мынау аншлагымен басқамен жүре бересіңдер ғой. Бұл бір шегі болу керек қой бұның. 25 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға. Сендер енді тағы бір 25 жыл жүргізейін деп отырсыңдар ма? Шу аудандағы ономастикалық ахуалдың ретке келтірілуіне 3 миллион теңге бөлінген. Алайда бұл қаражатқа грамматикалық қателердің түбегейлі дұрысталуы қажет екендігінен баяндамашының өзі де бейхабар болып шықты. Биыл бітіресіздер, қанша пайыз келесі жыл бітіресіздер. Зерттеп бәрін есептеуге болатын еді ғой. Биыл осының ақшамыз жетіспейді. Оған 10 миллион керек мысалы. 3 миллион қазір беріп жатырмыз. Келесі отырса қалған 7 миллионды береміз деп айтсаңыз, ешқандай сұрақ болмайтын еді. Комиссияның кезекті отырысына дейін облыс әкімінің орынбасары жұмыстың жүйелі жүзеге асырылуын тапсырды. Ал тілдік ахуалды түзету үшін екінші жарты жылдықта аудандар бойынша көшпелі семинарлар тағы да жалғасатын болады. Жансая Айтбекқызы, Марат Таубаев, 77 News.